күн, құрметті әріптестер. Ұлылар мұрасы және заманауи білім тақырыбындағы қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің бірінші халықаралық форумы аясындағы қашықтықтан білім беру жағдайында қазақ тілін оқытудың жаңа аспектілі тақырыбындағы секция жұмысына қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінде Қазақстан Республикасы білім саласы бойынша қашықтықтан білім беру технологияларын меңгерту жолында бір қатар жұмыстар атқаруда. Бүгінгі біздің секциямыздың жұмысымыздың тақырыбының да қашықтықтан білім беру жағдайында қазақ тілін оқытудың жаңа аспектілері деп жай айтылған жоқ, алынған жоқ. Бұл жерде біз және біздің әріптестер осы бағыттағы өз тәжірибелерімен бөлісе отырып, туындаған проблемаларды шешудің жолдарын табуға бағытталған ұсыныстармен бөлісуде деп күтілуде. Ал енді секция отырысын бастауға рұқсат етіңіздер. Қашықтықтан білім беру жағдайындағы қазақ тілін оқытудың жаңа аспектілі тақырыбындағы секцияға Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан облысы университеті тілдік кафедраларының профессор-оқытушылары құрамы, Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы, білім саласындағы әдістемелік жұмыс және ақпараттық технологиялар орталығы қызметкерлері, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті профессор-оқытушылар құрамы, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің Петропавл әскери институты тілдік кафедрасының қазақ тілі пәнінің оқытушылары, Солтүстік Қазақстан облысы мектеп және колледждерінің қазақ тілі мұғалімдері қатысып отыр. Құрметті әріптестер, біздің баяншыларды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ахметова Татьяна Әлімжанқызы, педагогика ғылымдарының кандидаты, Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің доценті, практикалық қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі. Баяндамасының тақырыбы тілді қашықтықтан оқыту заман талабы. Келесі баяндамашымыз Құрманова Айнаш Құрмановна, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің қазақ филологиясы кафедрасының аға оқытушысы, педагог ғылымдарының магистрі, академиялық доцент. Баяндамасының тақырыбы қашықтықтан білім беру үдерісінде learning-gaps.org және bank-test.ru платформаларын пайдалану технологиясы. Келесі баяндамашымыз Байекина Назгүл Маратовна, Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің аға оқытушысы, педагог ғылымдарының магистрі. Баяндамасының тақырыбы қазақ тілін деңгейлеп оқыту әдістемесі. Келесі баяндамыз Саркен қызы Ақмарал, филология ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы әскери институты тілдік дайындық кафедрасының бастығы, капитан. Баяндамасының тақырыбы әскери институтта қашықтықтан сабақ өткізудің мән мағынасы. Және де соңғы баяндамашымыз ол Қуандыкова Данагүл Қанетқызы, Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің практикалық қазақ тілі кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты. Баяндамасының тақырыбы орыс тілді білім алушылармен оқылым және жазылым әрекетіне бағытталған жаттығуларды ұйымдастыру. Сонымен секцияның жұмысын бастаймыз. Бірінші сөз кезегі практикалық қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің доценті Ахметова Татьяна Әлімжановнаға беріледі. Татьяна Әлімжановна, сізге сөз. Рахмет, құрметті әріптестер. Презентацияны өздеріңіз жүргізесіздер ме? Сізге демонстрация экраны беріледі. Әзірше беріп тұрған жоқ. Жақсы, қайырлы күн, құрметті форумға қатысушылар және форумды ұйымдастырушылар. Бүгін біздің кездесуіміз қашықтықтан өткізіліп отыр. Әрине, бұл да заман талабы. Мен өзімнің баяндамамда қашықтықтан оқытудың дамуы, оның жүзеге асыру құралдары, сандық білім беру технология ресурстарын қолданудың артықшылықтарына тоқталғанды жөн көріп отырмын. Сонымен Қазақстанда қашықтықтан оқытудың дамуы 1984 жылдан басталады. Жаңа оқыту түрін
Астанадағы Синергия университеті филиалының директоры, физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор Абдығали Жандыгулов ұсынған болатын. Келесі слайдты бола ма? Кешіріңіздер. Абдығали Жандыгулов Казинформ корреспонденттерімен сұхбаттасу барысында былай деген болатын. Многие вузы сначала негативно относились к этому делу, хотя потом просили учебные материалы у нас. Но сейчас эту работу, которую проводил КРУ, в той или иной степени внедряют во всех вузах Казахстана. На базе КРУ был проведен эксперимент с 2000 по 2005 год по внедрению дистанционного обучения. В ходе эксперимента казахстанцы опробировали, разрабатывали много регламентирующих документов. И эксперты в рамках рабочей группы при Министерстве образования и науки Республики Казахстан, в том числе и я, разрабатывали госстандарты по дистанционному обучению. Мы создали инструктивные письма по правилам организации дистанционного обучения. 2009 жылдың соңына қарай қашықтық білім беру технологиялары бойынша оқыту ұйымдастырыла бастады. Оның негізгі мақсаты Қазақстанда қашықтықтан оқыту бағдарламаларын эксперимент түрінде оқу процесіне енгізу. 2016 жылдан бастап білім беру мекемелерінде оқыту курсын жоғары деңгейде қамтамасыз ету мақсатында халықаралық тәжірибе негізінде бұқаралық ашық онлайн курстары жүзеге асырыла бастады. Біз бұл курстарды өзіміз қарапайым тілде МООК дейміз. Жалпы осы МООКтар қашықтықтан оқытудың жаңа векторы болып табылады. Формасы бойынша МООК дегеніміз ол электрондық курстар. Оның ішіне оқу әдістемелік барлық құжаттар енгізілген болатын. Олардың құрылымына субтитрлары бар, онлайн видео лекциялар, лекциялардың мәтіндік нұсқалары, үй тапсырмалары, тест тапсырмалары, емтихан сұрақтары кіреді. Курс авторлары жетекші университеттердің оқытушылары. МООКтарда студент пен оқытушының арасында өзара қарым-қатынас жүзеге асырылады. Әрбір студенттің оқу ортасы қалыптасады. 2016 жылдың 18 тамызында Астана қаласында, бүгінгі Нұр-Сұлтан қаласында онлайн курстарды пайдалану арқылы желілік формада білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру консорциумы туралы келісім шартқа қол қойылған. Осы консорциумға Қазақстанның 12 жоғары оқу орны кірді. Оның ішінде біздің де университетіміз бар. Қазір техниканың дамыған заманы. Қазақстанда мектептерді компьютерлендіру және кең жолақты интернетке қосу мәселесіне ерекше назар аударылады. Әрине, қазірдің өзінде информатика сөзін естуге дағдыланып, компьютерлік сауаттылыққа ие болғандардың саны артып келеді. Қазақстан бүгінде оқу материалдарын енгізу бойынша үлкен жұмыс жүргізуде. Бұл процесс әлі біраз уақытқа созылады. Дегенмен бүгінгі күннің нәтижесі өте зор. Кітаптарды цифрландыру және онлайн конференциялар өткізуге біз бүгінгі күні белсенді кірісіп жатырмыз. Қазіргі уақытта қашықтықтан оқыту әдістемесі әсіресе өзекті болып отыр. Өйткені ол нарықтық бәсекелестік жағдайында білім беру қызметтерінің нарығын кеңейтеді. Еңбек нарығы сұранысқа ие мамандардың қажеттіліктерін барабар және икемді қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Қашықтықтан оқыту адамдарға жұмысына, әлеуметтік және экономикалық жағдайына қарамастан білім алуға мүмкіндік береді. Ұзақ үзілістен кейін білімге оралуға мүмкіндік береді. Мысалы, әскери қызмет өтегеннен кейін. Сонымен қатар жұмыс пен оқуды біріктіру. Қазіргі заманғы жұмысшыларға өз жұмысын тоқтатпай, үздіксіз
білім беру принципін жүзеге асыра отырып, әртүрлі курстар мен білім беру бағдарламаларын үнемі оқып отыруға мүмкіндік бар. Бұл қазіргі еңбек нарығында айтарлықтай артықшылық береді. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруда интернетті пайдалану білім беруді шынымен де ашық етуге мүмкіндік берді. Кез келген заманауи адам жасына, қабілеттеріне, тұратын жеріне қарамастан, тіпті қаржылық жағдайына да қарамастан армандаған нәрсеге қол жеткізіп, оны қызықтыратын және оған қажетті ақпаратты біле алады. Қашықтықтан оқыту бұл білім беру мазмұнын жүзеге асыруға бағытталған әдістер, арнайы құралдар мен формалар жүйесі. Оқыту құралдары немесе дидактикалық құралдар бұл оқу процесін және оқушылармен жемісті өзара әрекеттесуді құру үшін қолданылатын оқу ортасының элементтері. Ал тар мағынада алатын болса, оқыту құралдары дегеніміз бұл педагогикалық процесті жүзеге асыруға арналған материалдық объектілер, сондай-ақ белгілі бір қызмет түрлері, ойын, оқу және тағы да басқа. Қашықтықтан оқыту кезінде мұғалім мен оқушының қолында оқу құралдары оқытуды мазмұнын, оқушылардың оқу танымдық іс-әрекетін бақылау мен басқару қызметін атқарады. Бір материалды бірнеше оқу құралдары арқылы түсіндіруге болады. Мұғалім осы мүмкіндіктерді білуі тиіс. Оқу материалын әртүрлі құралдар арқылы тарата білу, оқу құралдарының жиынтығын құра білуі қажет. Біз өзіміздің зерттеуіміз барысында бірнеше қашықтықтан оқыту құралдарын анықтаған болатынбыз. Олар слайдта сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Олардың ішінде оқулықтар, оқу құралдары, оқу әдістемелік құралдар, анықтағыштар, қалыпты және мультимедиялық нұсқадағы компьютерлі оқыту жүйелері, аудио оқу ақпараттық материалдары, қашықтықтан қолжетімді электрондық кітапханалар. Компьютерлік оқу құралдары жоғары оқу орындарында кеңінен қолданылады. Оларға оқыту іс-әрекетінің бағдарланған негізін құруға арналған құралдар, студенттердің белгілі бір пәндік бағыт бойынша білімді алуға бағытталған эксперименттік және автоматтандырылған оқыту жүйелері, білімді басқарудың автоматтандырылған жүйелері, компьютерлік проблемалық кітаптар, компьютерлік зертханалар және компьютерлік оқыту бағдарламалары кіреді. Бұл құралдардың барлығы студенттерді автоматтандырылған оқыту, когнитивті басқару және білімді жан-жақты бағалау үшін қолданылады. Оқу процесінде студенттерде қажетті кәсіби дағдыларды қалыптастыру үшін де арнайы құралдар қолданылуда. Оларды атап өтетін болсақ, техникалық объектілерді жобалауға, дипломдық және курстық жобалауға арналған тапсырмаларды орындау процесінде қажетті кәсіби дағдылардың қалыптасуын қамтамасыз ететін компьютерлік жобалау жүйелері, ғылыми зерттеу мәселелерін шешу дағдыларын қалыптастыру және жетілдіру үшін білім беру процесінде әзірленген және қолданылатын автоматтандырылған зерттеу жүйелері, автоматтандырылған модельдеу жүйелері, практикалық жағдайларды имитациялайтын компьютерлік ситуациялық және іскерлік ойындар. Қазіргі уақытта қашықтықтан оқыту теледидар, желілік және кейс технологиялар қолдану арқылы да жүзеге асырылуда. Телевизиялық технология дегеніміз ол эфирлік, кабельді және спутниктік теледидар жүйелерін пайдалануға негізделген технологиялар. Желілік технология бұл оқу әдістемелік материалдармен қамтамасыз етуді, студенттердің мұғаліммен және бір-бірімен интерактивті өзара әрекеттесу формаларын, сонымен қатар интернетті пайдалану негізінде оқу процесін басқаруды қамтитын технология. Ал кейс технология дегеніміз ол оқу әдістемелік материалдардың жиынтықтарын қағаз, электронды және басқа ақпарат құралдарында жинауға және студенттерге өз бетінше оқуға жіберуге негізделген технология. Қашықтықтан оқыту сабақтары онлайн немесе офлайн
режимінде келесі формада өткізілуі мүмкін. Олар дәріс, видео сабақтар, вебинар, немесе практикалық және семинарлық сабақ, оның ішінде бейне сабақ, вебинар, форумдағы пікірталас, файл алмасу және желіден тыс режимге хабарлама жіберу. Зертханалық сабақ өткізуге де болады осы режимде. Бейне сабақ, жаңағы мультимедиялық технологияларды, виртуалды зертханалық технологияларды қолдану арқылы. Компьютерлік бағдарламаларды оқыту, компьютерлік модельдер бойынша сабақтар жүргізу, студенттің өзіндік жұмысын осы желілерде де ұйымдастыруға болады. Өзін-өзі тексеру, онлайн, офлайн режимінде консультациялар өткізу. Жалпы вебинар, веб-конференция дегеніміз бұл онлайн режимінде кездесулер ұйымдастыруға және интернет арқылы нақты уақыт режимінде жұмыс істеуге арналған технологиялар мен құралдар жиынтығы. Қазіргі уақытта нарықта және интернетте еркін, қолжетімді әртүрлі сандық білім беру ресурстары бар. Демонстрация, ақпараттық, анықтамалық, тренажерлер, тренингтер, модельдеу, бақылау және тағы басқа. Сандық білім беру ресурстары деп сандық фотосуреттер, бейнеклиптер, статистикалық және динамикалық модельдер, виртуалды шындық объектілері және интерактивті модельдеу, картографиялық материалдар, дыбыстық жазбалар, символдық нысандар мен іскерлік графика, мәтіндік құжаттар және білім беру процесін ұйымдастыруға қажетті басқа да сандық оқу материалдары түсіндіріледі. Сандық білім беру ресурстарын әзірлеу ақпараттық коммуникациялық технологиялардың әртүрлі құралдарын қолдану арқылы жүзеге асырылады. Ол құралдарға тоқталатын болсақ, оларға аудио-бейне файлдар, анимация, интерактивті флеш-фильмдер, іскерлік графика, презентациялар, электрондық оқулықтарды жатқызуға болады. Сандық білім беру ресурстарын пайдаланудың бірқатар артықшылықтары бар. Олар да сіздердің назарларыңызға слайдта ұсынылады. Бұл артықшылықтарды атап өтетін болса, олар ақпараттық технологиялар білім беру ақпаратын ұсыну мүмкіндігін едәуір кеңейтеді. Түсті графиканы, дыбысты, барлық заманауи видео технология құралдарын пайдалану іс-әрекеттің нақты ортасын қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Компьютер оқушылардың оқуға деген ынтасын едәуір арттыра алады. Мотивация мәселесін дұрыс шешу үшін адекватты мадақтауды қолдану арқылы артады. Ақпараттық компьютерлік технологиялар студенттерді ақыл-ой белсенділігін арттыра отырып, олардың қабілеттерін барынша ашуға ықпал ететін білім беру үдерісіне қатыстырады. Білім беру процесінде ақпараттық технологиялар, компьютерлік технологияларды қолдану білім беру міндеттерін қою және оларды шешу процесін басқару мүмкіндіктерін арттырады. Сандық білім беру ресурстары студенттерді өздік жұмысын ұйымдастыру үшін де қажет. Олар басылған оқу әдебиеттеріне қарағанда материалды ұсынудың әртүрлі тәсілдеріне байланысты зерттелген материалдарды түсінуді жеңілдетеді. Есту және эмоционалды есту қабілеттерін артады. Оқушының қажеттіліктеріне, оның дайындық деңгейіне, интеллектуалды мүмкіндіктері мен амбицияларына сәйкес бейімделуге мүмкіндік береді. Жұмыстың барлық кезеңдерінде өзін-өзін тексеруге кең мүмкіндіктер бар. Жұмысты әдемі және ұқыпты етіп орналастыруға және оны мұғалімге файл немесе баспа түрінде тапсыруға мүмкіндік береді. Және бірнеше материалды қайталап түсіндіру, жаңа кеңестер беруге жағдайлар жасайды. Сандық білім беру ресурстары сабақтың әртүрлі кезеңдерінде қолданыла береді. Оларды атап өтетін болсақ,
сабақтың жаңа тақырыпты түсіндіру барысында қолдануға болады. Содан кейін бұл кезде электрондық оқулықтар, мультимедиялық презентациялар, тәрбиелік роликтерді пайдаланған дұрыс. Келесі білім және білік дағдыларды бақылауға немесе бағалау кезеңдерінде де жобалық іс-шаралар, симулятор бағдарламасын пайдалануға болады. Жобалық үй тапсырмасын дайындау барысында шығармашылық тапсырмалар, тезистер, баяндамалар, әртүрлі презентациялар осы сандық білім беру ресурстарын пайдалану арқылы ұсынылады. Қорыта айта келетін болсақ, қашықтықтан оқыту барысында сандық білім беру ресурстарын қолдану, білім беру үдерісін автоматтандыру, оны оңтайландыру, оқушының пәнді оқуға деген қызығушылығын арттыру, білім беруді дамыту идеяларын жүзеге асыру, сабақ қарқынын арттыру және өзіндік жұмыс көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Логикалық ойлаудың, ақыл ой еңбегінің мәдениетін дамытуға, оқушының өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. Сонымен қатар, оқу процесінің мотивациялық саласына, оның белсенділік құрылымына айтарлықтай әсер етеді. Әрине, сандық білім беру ресурстарын пайдаланғанымыз жөн. Демек, мұғалім мен оқушының аудиторияда жүздесіп жұмыс істегенін ешқандай да технология алмастыра алмайды. Сондықтан барлықтарымызға қалыпты режимге, қалыпты жағдайға тез арада оралуды дендеріміздің саулығын тілеймін. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Татьяна Нұржановна. Құрметті әріптестер, баяндамашыға қоятын Құрметті әріптестер, баяндамашыға қоятын сұрақтарыңыз болса, рұқсат. Ендеше Татьяна Нұржановнаға алғысымызды айта отырып, келесі сөз кезегін Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы әскери институты тілдік дайындық кафедрасының бастығы, филология ғылымдарының кандидаты, капитан Саркенқызы Ақмаралға береміз. Ақмарал Саркенқызы, сізге сөз. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің сүйікті әріптестерім. Осындай шараға мен шақырғандарыңызға мыңда бір алғыс. Біздің сіздерден үйренетініміз мол. Мен өзімде әскери институттағы тәжірибеммен бөлісейін деп келдім сіздерге. Менің баяндамамның аты да өзі әскери институтта қашықтықтан сабақ өткізудің мән мағынасы деп аталады. Әрине бізде сіздер сияқты Zoom арқылы шығуға мүмкіндік жоқ. Сол әскери институтта біз осы қашықтықтан оқытуды қалайша ұйымдастырдық. Сол жөнінде қысқаша айтсам. Бүгінгі таңда үздіксіз білім беру нәтижесінде білім беруді дамыту, дүниежүзілік білім кеңістігіне қашықтықтан оқыту мәселесі енгізіліп отыр. Бүгінгі күні шынында да жаңа Татьяна Әлімжанқызы айтты ғой, бүгінгі өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Қашықтықтан білім берудің негізінде әрине білім жобасы жатқаны анық. Яғни білімнің көзі телекоммуникациялық ортада дайындалған материал, яғни тораптың ақпараттық ресурсы болып табылады. Енді осы интернет желісіндегі қашықтықтан оқытудың келесі ерекшеліктерін атап кеткім келеді. Яғни бірінші, ол оқыту заңдылығына дидактикалық үрдістің сәйкестігі. Екінші, теориялық білімнің жетекші рөлі. Тәрбие және дамытушылық функцияларының бір тұтастығы. Білім алушылардың оқуға деген оң ынтасын ояту, ықыласын ояту. Оқытуда ұжымдық оқу жұмысы мен жеке оқыту тәсілінің бірлесуі. Абстрактылы ойлаудың оқытудың көрнекілігі мен үндестігі, білім алушылардың саналылық, белсенділік, өздігіне жұмыс істеу қабілетінің пайда болуы, оқытудың жүйелілігі мен бірізділігі, оқу материалдардың логикалық жағынан біріз бен сатылай құрылуы, берілуі, тәртібі.
яғни бұл жүйелік және бірізділік принципіне жатады оқыту әдістемесі, өздеріңіз білесіздер, және қолжетімділік әдісі. Қолжетімділік деген ерекшелік. Келесі. Білім алушылардың теориялық заңдылықтар мен ережелерді саналы түрде меңгеру. Онлайн сабаққа презентация дайындау тәртібін келесідей болмақ деп ғалымдардың пікірлерінен алдым, әдіскерлердің. Яғни слайдты 16 немесе одан да жоғары шрифтіні қолдану, бір слайдты 2-3 минуттан артық тұрып қалмау, сабақты жандандыру үшін анимация қолдану, слайдта негізгі ұғымдарды жуан шрифтімен жазу, сабақ тақырыбына сай бейнематериалдарды үнемі көрсетіп отыру. Сонымен қатар слайдтарға талқылауды қажет ететін негізгі сұрақтарды, сабақта белсенділік пен қызығушылықты тудыратын тақырыпты түгелдей ашуға қажет ақпаратты енгізу. Бұл онлайн сабақта қолданылатын презентацияны дайындаудың тақырыбы болмақ. Жалпы әскери институтта қашықтық енді өзіміздің білім ордамыздағы әскери институттағы қашықтықтан оқытуға ерекшелігіне тоқталсам, яғни біз сіздер сияқты әр курсанттың жеке дербес компьютері жоқ, сондықтан да бізде экранның әр жағындағы аудиторияда барлық топ отырады. Бір аудиторияда үлкен теледидар ілініп тұрады, қашықтықтан тек қана біз ғана шығамыз. Сондықтан да курсанттар бір-бірімен араласа алады. Бұл енді оқытудың интерактивті әдістерін және тәсілдерін белсенді түрде қолдануға мүмкіндік беретіні анық. Екінші, курсанттармен әлеуметтік торап және мобильдік байланыс арқылы ол күрделі мәселе. Біз көбінесе сабақ берген жағдайда взвод командирлері мен рота командирлеріне жауапкершілік жүктеледі. Үшінші, оқу топтарында курсанттар саны 25-30-ға дейін барады. Сондықтан да жаңағы презентацияға қойылатын талаптарды айтқан себебіміз осы. Яғни осылайша әскери институтта қашықтықтан оқыту мәселесі дәстүрлі оқыту түріне жақындайды. Себебін айттым, өйткені барлық топ бір жерде отырады. Қашықтықтан оқытуда курсанттарды дайындау мен бейімдеу бойынша бізде төмендегідей жұмыстар жүргізіледі. Яғни онлайн сабақ өткізу үшін қосымша бағдарламалар орнату, техникалық проблеманың шығып қалуы, олардың шешу жолдарын қарастыру, техникалық ақау болған жағдайда оқытушылардың бір-бірін ауыстыруы. Яғни, мысалы бізде мынадай жағдай болды, қашықтықтан оқыту мәселесінде 20-шы ықшамауданда жарық өшіп қалды. Енді тілдік дайындық кафедрасының бастығы ретінде менің сабағым және ағылшын тілі пәнінің мұғалімнің сабағы болатын, екеуміз де сол 20-шы ықшамауданда тұрамыз. Соларды взаимозаменяемость дейді ғой, өзара оқытушыларды ауыстыру. Сосын қазақ тілінен және ағылшын тілінен беретін оқытушыларға хабарласып, олар сабағымызды біздің сол уақытта ешқандай сабақтың болмауы деген орын алған жоқ, ары қарай өздері біздің сабағымызды жалғастырып кетті. Яғни бұл да бір біздің соған дайын отырамыз. Мысалы, егер мен зумға шықпай қалсам, ертең сіз техникалық жағдай болып қалатын, техника болғаннан кейін әртүрлі мәселелер шығып жатады ғой. Сондықтан да взаимозаменяемость, бір-бірімізді ауыстыру мәселесін бірінші орынға қоямын. Өйткені жаңа айтқандай әртүрлі жағдайлар шығып қалуы мүмкін. Кейде оқытушының компьютерінің іске қосылмауы жағдайы. Сондықтан да сабақ өту керек қой міндетті түрде. Сондықтан да осындай жұмыстарға біз дайын отырамыз. Одан кейін курсанттармен жұмыс істеудің негізгі әдістемесін құрдық. Одан кейін оқытушымен өзара байланысу жолы, яғни көбінесе біз тапсырмалар берген кезде жаңағы рота командирлері және взвод командирлері берілген тапсырмалардың барлығын курсанттардан жинап алып кафедраға келеді. Содан кафедраға келіп біз сол жұмыстарды тексеріп электронды журналға қоямыз. Сонымен қатар тағы да бір істелетін жұмыс олардың бағалау критерийлерін айшықтау.
Одан кейін онлайн сабақ кезінде курсанттарға қажетті ақпараттарды, теориялық, практикалық материалдарды беру. Қашықтықтан оқыту барысында бізге сондай бір көп көмегін тигізген өзіміздің кафедра оқытушыларының шығарған оқу әдістемелік құралдары. Бұл оқу әдістемелік құралдардың барлығы да пәннің оқу әдістемелік кешені негізінде құрастырылған. Сондықтан да осы кезде оқу әдістемелік құралдардың маңызын біз де түсіндік, курсанттар да түсінгендей болды. Сонымен қатар тағы да осы қашықтықтан оқытуда дайындық кезінде біз қыркүйек айынан бастап дәстүрлі оқыту болды ғой. Сондықтан да топтың ішінде біз яғни білімі терең, көзге түскен курсанттар болады ғой. Сондықтан да әрбір топта бір жетекші курсантты оқытушының рөліне дайындап отырдық. Мысалы, техникалық ақау болған жағдайда, жарық өшіп қалған кезде басқа оқытушының өзінің сабағы болып жатса, біз дайындалған курсантқа телефонмен хабарласып, әрі қарай қандай жұмыс жүргізілу керектігін түсіндіреміз. Әрі қарай ол уақытша оқытушының рөлінде болып, сабақтың өтуіне өзінің ықпалын тигізеді. Енді онлайн сабаққа дайындалудың тәртібі, былай қарап отырсаңыз, дәстүрлі оқытуға қарағанда, осы қашықтықтан оқытуға дайындалған кезде уақыт көп уақыт алады. Сабақ жоспары кез келген жағдайда шешім шығара алатындай болуға қажет. Яғни курсанттардың пәннің оқу әдістемелік кешенін тапсырмаларды орындауға жұмылдырылуын қамтамасыз етуге жетелеу. Қашықтықтан оқытуға дайындық кезінде, яғни пәннің оқу әдістемелік кешеніндегі тапсырмалардың барлығын, олар қай жерде қандай тапсырма, қай жерде нені қарау керектігін жетекші курсант түсіндіріп айтып отырады. Одан кейін бізге өзімізге оқытушыларға қойылған талап, ол қатаң түрде әскери киім үлгісімен отыруымыз қажет болды. Үйде отырсақ та, бұл міндетті түрде болды. Сонымен қатар сабақ басталмас бұрын байланысқа шығып, дыбысты байланысты тексеру, арты гарнитура дайындау қажет. Сонымен қатар бұл жерде сұрақ жауап әдісі бір таптырмас әдіс болды. Таптырмас әдіс, яғни курсанттар бір-біріне сұрақ қою арқылы тыңдап қарап отырамыз, сөйтіп бағалаймыз. Сонымен қатар тәжірибе көрсеткендей, көбінесе орыс тілі, ағылшын тілі мұғалімдер айтып жатады. Мысалы, сөйлеуге ұялатын балалар қолына микрофон ұстаған кезде, яғни өздерінен өздері ашылып, ойларын ортаға салуға асықты. Яғни біраз курсанттар ашылды. Енді тағы да айтатын болсақ, бізде, мысалы, сіздерде де бар ол деңгейі, типтік бағдарламаға сай, сіздерде рухани жаңғыру бағдарламасын тақырыбы қамтылады деп ойлаймын. Осы тақырып аясында бізде прагматизм деген тақырыпша бар. Осы қашықтықтан оқыту барысында мен өзім прагматизм тақырыбында ашық сабақ өткіздім. Енді өздеріңіз білесіздер, мысалы, бір экранда курсанттар, келесіде бос оқытушыларды осылай конференцияға шығарып, олар менің сабағыма қатысып, тәжірибелерімен бөлістік. Яғни, сол прагматизм сабағын қалай қашықтықтан өткіздім, сол туралы өзімнің сабақ жоспарымды сіздердің назарларыңызға ұсынайын деп едім. Өйткені бұл тақырып сіздерде де бар. Тұңғыш елбасы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы 17 жылдың 12 сәуірінде шыққан болатын. Сабағының тақырыбы «Бұтаққа су, ұрпаққа рух бермесең көгермейді» деген Абылай ханның сөзін алдым. Бұның ішінде курсанттарға талдатқан сөз рух сөзі. Бұл біздің курсанттарға рух сөзі нағыз жақын сөз. Оны жан-жақты талдап, өздерінің ойларын ортаға салып жатты. Сонымен қатар Манаш Қозыбаевтың сөзі бар, осы рухани жаңғыруға байланысты. Қазақ халқы рухани салада жаңа биіктікке көтерілуі керек. Ұлы рухты болмай, қызы ғұрыпты болмай, ұлт оңбайды, алға баспайды деген екінші ой толғау алдым. Яғни рух деген сөздің, рухани деген сөздің мағынасын ашу. Басында енді рухани деген сөздің
қай сөзден шыққан талданды, рух, одан кейін рухани деген сөз кетеді, соны рух және рухани сөздері талданады рухани жаңғыру бағдарламасына жеткенше. Енді жалпы әдістемеде бар ғой, мысалы білім алушылар тақырыпты жазғаннан кейін тақырыпты өздері ашу керек деген әдістемеде бір оңтайлы принцип бар. Мен сол принципті ұсынамын. Жаңа тақырып жазғаннан кейін курсанттар әр сөзге көңіл аударып, тақырыптың мақсатын да, міндетін де, мәнін де өздері ашады. Енді курсанттардың ойларын тыңдауға менде мүмкіншілік өте көп. Өйткені біздің орыс тобында Қазақстанның әр өңірінен келген курсанттар оқиды. Сондықтан да қазақ тілінен проблема жоқ деп айта аламын. Бар енді топта, бірақ оларға деңгейлік тапсырмалар беріледі. Ал қазақ тобындағы мынау ашық сабақ өткеннің өзі таза қазақтар ғана бұл топта. Сондықтан да осындай ой толғауларды іздеп, оларды талдатуға, оларды жетелеймін. Енді сабақтың ғылымилығын арттыру үшін тағы да ғылыми принцип деген бар бізде, әдістемеде. Яғни ғылымилығын арттыру үшін мен әр сабақта демеймін, енді әр модуль сайын ғылыми терминдерді қолдануға тырысамын. Әр халықтың, яғни тілдік ерекшеліктеріндегі бір ұрпақтан ұрпаққа жетіп сақталатын бір алтын сандық мәдени кодтар бар. Осы рухани жаңғыру бағдарламасы шыққалы бері әртүрлі шаралар өте көп өтеді. Бүгінгі күні рухани жаңғырудың басымдықтарын әр оқытушы, әр офицер, әр курсант жатқа біледі. Өйткені бұл нағыз адамдарды рухани байлыққа жетелейтін негізгі бағдарлама болып табылады. Сондықтан да оны елбасымыз өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасында рухани код және ұлттық код дегенді көп айтады. Ал лингвистикада мәдени кодтар дегеніміз бар. Бұны Авакова деген ғалым зерттеген. Ол мәдени кодтар, рухани код, сол мәдени кодтардың рухани кодқа және ұлттық кодқа сәйкестігін курсанттарға жеткізу. Бүгін кез келген сабақта, мысалы мен кез келген мәтін оқысақ та, кез келген тапсырмалар орындасақ та, бірінші мен осы ұлттық кодтарды табуға тапсырма беремін. Олар ұлттық код не екенін біледі. Содан кейін лингвистика қалай аталады? Ол мәдени кодтар деп аталады. Бұнда терминдер, яғни сабақтың ғылымилығын арттыруға септігін тигізетіні анық деп есептейміз. Сонымен қатар салт дәстүрге байланысты Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметованы жақсы білесіздер. Сол кісінің шуақты күндерін әрине сіздер оқыдыңыздар. Бүгінгі күні сол шуақты күндер, одан кейін шуақты күндердің екінші томы шықты. 2018 жылы Бабалар аманаты деген атпен, одан кейін Күре тамыр туындылары. Осы сабақтар жүргізуде ғылыми жоба жазуға, ғылыми мақала жазуға осы кітаптардың ықпалы өте зор болды. Өйткені бұл шығармаларды таңдаған себебімен жайда түсінікті шығар. Бауыржандай батырдың сол салт дәстүрді жоғары дәрежеде білгендігін таныту. Бұндай ой маған келгені басында сол салт дәстүр туралы айтып отырған кезде көбі білім алушылардың кейбіреуі ол бізге салт дәстүр керек емес, біз әскери адамбыз деген сияқты ойларын айтып жатты. Білеміз, біз оңтүстіктен келдік, біз сондай дәстүрді білеміз деген сияқты. Содан осы Бауыржан Момышұлының Бабалар аманаты болсын, шуақты күндер кітабы болсын, содан көп дүниелермен танысқаннан кейін Бауыржан Момышұл солай етіпті. Мысалы, Бауыржан Момышұлының бір мынандай қысқаша әңгімесі бар. Арқадан қағу мен бастан сипаудың сыры деген. Яғни ер баланың арқасынан ғана қағу керек екен, басынан сипамау керек екен. Басынан сипаса, оның жанары төмен қарап, еңсесін тік ұстамайды екен. Арқасынан қаққан кезде, шынында да арқамыздан қағатын болса, еңсемізді тік ұстап, адамға тік қарауға үйренеміз. Сондықтан да бұл да бір тәрбие. Содан мен айтам, болашақта ұлдарың болады, қыздарың болады. Міне олар қыздарың болса,
басынан ғана сипап, керісінше қыздың басынан сипаған. Өйткені қыз басынан сипаған кезде шынында да адамның жанары төмен түседі, сондықтан да қызды ол биязылыққа үйретеді деген ұғым бар. Ал керісінше арқасынан қаққызбаған екен. Шынында да қыз баланың адамға тік қарамауы, тік қарама, биязылықпен, көзіңді төмен түсіріп жүр деп өзіміз айтып жатамыз ғой. Бұл кішкене ғана әңгімесімен Бауыржан Момышұлы осындай ұғымдар береді осы бабалар аманатында. Сонымен қатар қарт адамдарды төртке бөлген, мысалы біз қарт, қария, ақсақал, абыз деген сөздердің барлығын синоним ретінде қолдана береміз, бірақ ол олай емес. Бауыржан Момышұлы солардың барлығын сараптап береді. Соның барлығы бабалар аманатында жазылған. Бұл осы өткен 19-20 оқу жылында осы туындыларды 75 курсант оқып, оның 2 курсант эссе жазып, облыстық Нұр Отан партиясы ұйымдастырған эсселер байқауынан бірінші, екінші орынды жеңіп алды. Оның тақырыптары рухани жаңғыру және Мағжан Жұмабаев, екіншісінің тақырыбы рухани жаңғыру және Бауыржан Момышұлы. Бұл осы туындылардың берген ықпалы, тигізген әсері деген ойдамын. Өйткені олар жай ғана кітап оқып қоймай, ғылыми жоба жазып, конкурстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Енді мен өзім прагматизм жаңағы ашық сабақ өткізген кезде мен мынадай слайдтарды алып келдім. Яғни өзімнің сабағыма 3 оқытушыны шақырдым. Курсанттар көріп отырсыздар, экранның ар жағында курсанттар топпен отырады. Сонымен қатар прагматизм сабағын осы қашықтықтан оқыту барысында өткізген болатын. Мынау бинарлық сабақ дейді. Бұл да рухани жаңғыру бағдарламасының тақырыбының аясындағы ұлттық сана тақырыбы. Яғни бұл менің сабағыма өзім тарихшыны шақырдым, тіл маманын шақырдым эксперт ретінде. Бұл сабақ кейбір ұлттық кодтардың баламасын ағылшын тілінде айтып отырды балалар. Ағылшын тілінің мұғалімі келді сабаққа. Сондықтан да бұндай қашықтықтан оқыту әдісінде де осындай тәсілдерді оңтайлықпен қолдануға барымызды салып жатырмыз. Жаңағы ең бірінші, одан кейін ұлттық кодтан кейін келесі ол прагматизм, жаңағы өзіміздің сабағымызға қосамыз. Яғни прагматизм деген қандай термин, қайдан шыққан, ақш философиясы деп түсінуге болады деп. Сонымен рухани жаңғырудағы прагматизм ол ақштан келе жатқан ұғым екен. Яғни бұған кластер құрыңыз деймін. Ал елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев прагматизмге мынадай анықтама береді. Өзіңнің ұлттық және жеке байлығын нақты білу, оны үнемді пайдаланып, соған сәйкес болашағын жоспарлай алу, ысырапшылдық пен астамшылыққа, даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу деген сөз. Мұндағы анықтаманы дәптерге жазып, осы анықтаманы өз сөздерімен түсіндірді. Сонымен қатар әрине, мен жаңа баяндаманың басында айтып кеткен болатын, міндетті түрде бейнероликтер көрсетіледі деп. Бұл сабақта елбасының осы дәл прагматизм туралы, ұлттық код туралы айтқан рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласынан үзінділер, елбасының өзі айтқан үзінділері келтірілді. Бірінші оны тыңдап алды, одан кейін 2 түрлі осындай анықтама берілді, осындай мәселелер. Сонымен қатар тұңғыш елбасымыз мінез құлықтың прагматизмі не екенін де атап кетеді. Енді астына орысшасында жазып қойдым, орыс тобы болғаннан кейін. Сондықтан да бұны да анықтаманы балалар дәптерлеріне, курсанттар дәптерлеріне жазып, өз сөзімен түсіндірген болатын. Сосын осы сабақта әрине Абайдың өлеңдеріне тоқталдық. Бір жақсы бүгінгі күні жыл сайын кітап оқуға қызығушылық артып келеді. Мысалы, бірінші курстарда Абай жолын оқыған курсанттар енді 30% десем артық айтпаған болам. Өйткені сол Абай туралы қосып көрейінші, енді Абайдың прагматизмі дегенді осындай схема түрінде берген болатын. Яғни Абай өзінің өлеңдерінде, өзінің шығармашылығында
мына принциптерді ұстанады ғой. Өз-өзіңе есеп беріп тұруды ескер, дамыған елдің тәжірибесін меңгер, мал табам десең арланба, ақыл мен еңбекті тең ұста. Яғни сосын осы жаңағы абай шығармаларын, абай туындыларын оқыған курсанттар, мынау менің берген оларға бағыттарым, осыны әрі қарай курсанттар жалғастырады. Тағы да абайдың прагматизмдерін, мысалы мен 4-ге жазып берсем, оны 7-ге немесе 10-ға дейін жеткізіңдер деген тапсырма беріледі. Сонымен қатар әрине Мағжан Жұмабаев, мен өздеріңіз білесіздер, менің кандидаттық диссертация Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығына арналған. Кез келген сабағымда Мағжанның сөзін эпиграф ретінде аламын, қолданам. 2 жылда 1 рет Мағжан және рухани жаңғыру деген семинар өтіп отырады. Сол семинарға университеттен оқытушылар шақырған болатында, сондықтан да әрине ашық сабақта қолданғаным енді ол заңды. Бұл жалған ойын емес бейнеттері, қылғанда адал еңбек. Яғни курсанттарға берілген тапсырма, бірінші Мағжанның алғашқы 2 жолы қай мақал мәтелмен сәйкес келеді деген тапсырма. Енді өздеріңіз біліп отырсыздар, көріп отырсыздар, бейнет түбі зейнет деген. Келесі жалғанның бір мүшесі бола алмайсың, қиналып маңдайыңнан ақпай тері дейді. Яғни Мағжанның 3-ші және 4-ші өлең жолдары Абай Құнанбаевтың қай өлеңінің үзіндісімен сәйкес келеді деген тапсырма берілді. Сонда 4 жол өлеңнің ішінде біз Мағжанның прагматизмін көріп отырмыз. Яғни сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалам деген Абайдың айтқан сөзімен Мағжан Жұмабаев сөзі дәл осы жерде сәйкес келіп отыр. Яғни біз сонда бірінші елбасының прагматизмін, ол қайдан шықты, ол қандай мінез құлық прагматизміне қандай баға береді, содан кейін Абай және Мағжан көзімен берілген прагматизм ұғымына осындай тапсырмалар берілген болатын. Мағжанның келесі өлеңі бұл да осы нағыз прагматизмге жетелейтін бір бағыттардың бірі. Міне өлең жолдарын өздеріңіз қарап отырсаңыздар, яғни 1000 жылдық өткен қоғам деп ата заңды дейді. Елбасымыз айтады, яғни тозығы жеткен дәстүрлерді ұмытайық, ысырапшылдыққа жол бермейік деп. Мен соны айтам, кез келген ақын жазушының шығармаларында, яғни барлығы да бір бағыт ұстанады, барлығы да білім қуайық, өнерден кеш қалмайық, білімнің бір тізгінін ұстайық деген мақсат ұстанады барлықта. Сондықтан да бұны жай ғана сөзбен айтып қоймай, жаңағы ұлттық код дейміз, прагматизм дейміз, рухани код дейміз, мәдени код дейміз, солай сабақтың ғылымилығын арттыратын терминдерді жиі қолданады. Мен тағы бір қолданатын терминім ол амплификация деп аталады. Өздеріңіз жаңа айтып кеттім ғой, менің ғылыми тақырыбым Мағжан Жұмабаев поэзиясындағы тұрақты тіркестер. Амплификация дегеніміз синонимдік тұрақты тіркестердің қатар келуі. Яғни 2 тұрақты тіркес қатар келсе, ғылымда амплификация деп аталады. Сол мысалы, яғни мен айтам, сөйлем құраңыздар, сөйлемде амплификация тәсілін қолданыңыздар деп айтамын. Сол кезде олар мысалы ай десе ауыз бар, күн десе көзі бар, одан кейін үтір қойылады, мысалы. Содан кейін тағы да осы сұлу деген ұғымды танытатын үріп ауызға салғандай, мысалы. Ай десе ауыз бар, күн десе көзі бар, үтір, үріп ауызға салғандай арулар ән шырқап жатыр десе, 2 тұрақты тіркес, синоним тұрақты тіркестер қатар келіп тұр. Немесе бағы жану, жұлдызы жану деген сөздер, мысалы, дәл бүгін мен осы тапсырманы орындатқан болатынмын. Яғни бұндай терминдер сабақтың ғылымилығын арттыруға ықпалын тигізетіні анық. Елбасымыз осы рухани жаңғыруда, яғни осы ұлт мәдениетінде, қазақтың мақал мәтелдерінде, дүниетаным мен философиясында сайрап жатыр деп айтып кетеді. Бұл менің жаңағы жұмысымның, жаңағы айтылған менің алдында айтылған сөзімнің дәлелі. Яғни кез келген жаңағы мақал мәтелді алатын болсақ, кез келген философияны алатын болсақ, оның барлығында да прагматизмнің жарқын үлгілерін біз көреміз. Сондықтан да тәрбиелік мәні бар қандай салт дәстүр мен мақал мәтелдерді білесіздер деп әрі қарай пікірталас
жұмысқа ұласа береді. Енді бұнда менің сөзім мақалада, яғни ұлттық рухани жаңғырудың күре тамыры прагматизм ұстанымдары деп айтып кеттім. Үнемшіл болуға шақырады бізді. Нарық заманнан ширек ғасырдың артқа тастасақ та, әлі сол ысырапшылдыққа жол берудеміз, үнемдеуді үйрене алмай келеміз деген сияқты өзімнің сөзімді ұсындым. Содан кейін менің жиі қолданатын әдісімнің бірі аннотирование, аңдатпа, яғни екі сөйлеммен берілген курсанттың бойы. Бұл тәсілді де таңдаған себебім бар, өйткені жаңа мен сөзінің басында айтып кеткен болатын, әр өңірден келген курсанттар, әсіресе оңтүстік өңірден келген курсанттар сабақ сұраған кезде тоқтату өте қиын, сөздік қорлар өте мол, қазақша білеміз деп, алға деп сөйлей береді. Шешендік жағынан өте дамыған сондай ақын балалар бар. Сондықтан да мен бұл біріншіден курсанттардың ойын жинақы айтуға, оларды бір жинақылыққа үйретеді. Екіншіден, ол оқытушының уақытын үнемдейді. Яғни әр курсантқа екі сөйлемнен ғана айт деп айтамын. Бірақ енді кейбір курсанттар енді көп сөйлегісі келеді, көп ойларын айтқысы келеді. Әлгі екі сөйлемнің өзі құрмалас сөйлем болып кетеді. Мысалы, бірінші сөйлемде құрмалас сөйлем, екінші сөйлемде құрмалас сөйлем. Мен сен көп сөз айтып қойдың десем, жоқ, мен құрмалас сөйлем оқыдым ғой деп. Сондықтан да кез келген сабақты осы аңдатпа тәсілі оңтайлы әдіс деп есептеймін. Шынында да сабақтан алған білімді, 80 минуттық білімді бір екі сөйлемнің ішіне сыйдырудың өзі бір үлкен еңбекті қажет етеді. Оған көп уақыт кетеді. Өйткені ұзақ жазам, өйткені қысқа жазуға уақыт жоқ деген бір осындай бір нақыл сөз оқып едім. Сондықтан да осы әдісті сіздер де қолданатын шығар деген ойдамын. Енді әрине аңдатпаның ең бірінші мен өзім үлгісін беріп алам. Жылдың басында мен әрине үлгісін беріп отырдым. Өзімнің аңдатпам деп, қарап отырсаңыздар, менің аңдатпам екі сөйлемнен тұратын. Білім беру жүйесінде қазақ прагматизм адамдардың тұлғалық қасиетін дамыту арқылы жүзеге асуы тиіс. Ұлттық мәдениетіміздің асыл құндылықтары негізінде тәрбиеленген, ұлттың рухани тамырынан нәр алған адам ғана өзгере алады және заман ағымында дұрыс қабылдай біледі деген өзім аңдатпа ұсынамын. Презентация содан осы үлгісі деген неден? Назгүл Маратовна, мен сөйлеп алайын, естіп тұр дейді. Білім беру, яғни осы аңдатпаны бермес бұрын өзім үлгі ұсынамын. Міне үлгісі осындай. Енді кез келген сабақты қорытам. Мен өзім Манаш Қозыбаевтың «Өркениет және ұлт» деген кітабын әрқашан бірге алып жүремін. Сондай көркем тілде жазылған, сондай бір керемет туынды. Өзім мүмкін сол жерде жұмыс істегендіктен шығар. Ана тіл дамыған, ата тарих танылған барша болмыс көркем түрде жазылған халық қана өркениеттің төл перзенті болады. Ал өркениеттің төл перзенті болу үшін біз прагматизмнің негізгі бағыттарын есепке алып, соны курсанттарға, білім алушыларға беруіміз қажет деген ойдамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Көп рахмет, Ақмарал Сәркенқызы. Әрине, әскери институтта сабақ берудің ыңғайын біз сіздің өткендегі баяндамаларыңыздан да естиміз. Онлайн емес, кәдімгі аудиториялық сіздермен семинарларда кездесіп жүрміз. Дегенмен де сіздерде де мынадай проблема бар екенін көріп отырмыз. Оқылым бұл үй жағдайында оқылатын мәселелер, тегі? Енді қараңызшы, мысалы, дәл Шымкенттен келген алдыңызда білім алушы отыр, ол бүкіл тапсырмаларды әрине бәрін біледі, істеп береді, сізге 5 минуттың ішінде істеп береді. Сондықтан да мен осы қазақ тілін терең білетін курсанттарға қазақ тілі оқу әдістеме құралында шығарған болатын, жалғастырушы деңгейге арналған. Оның ішіндегі материалдар, жаңағы өзім айтқандай, күре тамырдан, бабалар аманатынан, шуақты күндерден алынған. Сол әңгімелерді оқу арқылы олар кітап оқуға деген қызығушылығын оята білдім. Жаңа айттым, мен 75 шығарма оқып шықты курсанттар деп. Сол курсанттар әр кітап оқыған сайын оларды тіркеп қарап отырамын. Сондықтан да оқылым дегеннен менде пікір алысып отырады, сол оқыған шығармалар бойынша бір жұмыстар атқарылады, тегі.
Біз сізбен кездескен сайын осы мәселені ылғи қызықтап тыңдаймыз сізден. Мен өзім журнал бастағам. Журналда мысалы курсанттың аты жөні, оқыған кітабы болғанда мен оқыған шығармасын жазамын. Мысалы Мұхтар Әуезовтің Қорғансудың күні деген кітап бар, оның ішінде бір 50 шақты әңгіме бар. Сол 50 шақты әңгімені тізе беремін. Сонда мен 75 кітап емес, 75 көркем шығарма деп есептеймін. Ал соңғы 2 жылда курсанттар Абай жолын оқып келеді. Енді мен олар енді орыс тілі олар үшін проблема. Сондықтан да оларды мен қазақтың шығармаларын, классикалық шығармаларын орыс тілінде оқып жатыр бүгінгі күні. Жақсы. Рахмет Ақмарал Сәркенқызы. Құрметті әріптестер, Ақмарал Сәркенқызына қосатын тағы да сұрақтарыңыз болса. Рұқсат, сұрақтарыңыз бол. Жақсы, ендеше Ақмарал Сәркенқызына алғысымызды білдіре отырып, уақытын шындығында да әскери азаматтардың уақытының қаншалықты екенін білеміз. Дегенмен де ылғи осындай әдістемелік кеңестерімізге, семинарларымызға, пікірталастарымызға атсалысқаныңызға көп рахмет сізге. Келесі сөз кезегін Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті практикалық қазақ тілі кафедрасының оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі Назгүл Маратовна Байекинаға береміз. Назгүл Маратовна, сізге сөз. Рахмет. Осы мен баяндаманың тақырыбы қазақ тілін деңгейлеп оқыту әдістемесі деп аталады. Осы баяндамамды бастамас бұрын осы Қазақстан Республикасы бірінші президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзімен бастағым келеді. Қазақ тілі ғылым мен білімнің интернеттің тіліне айналуда. Ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар. Ол қазақ тілі мәңгілік елдің мәңгілік тіліне айналды. Қазіргі уақытта біздің мемлекетімізде қашықтықтан білім беріліп жатыр. Оның әрине онлайн оқытуда студенттердің практикалық жұмысын ұйымдастыру барысында кездесетін қиыншылықтар мен артықшылықтар бар. Яғни оң жақтары мен теріс жақтары. Енді осы артықшылықтарға тоқталып кетсек, студенттердің ақпаратты жинақтау барысында танымдық қызметті, ойлау қабілеті артады. Яғни мұнда келесі слайд. Яғни осында мысалы студенттердің мұғалімнің өзінің шеберлігіне, әдіс тәсілдеріне байланысты. Келесі интернет ресурстардың қолжетімді әртүрлі платформаларда қолдануға болады. Университет барысында біз Zoom платформасымен жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар модуль, Google платформасымен, студенттермен WhatsApp арқылы, почта арқылы байланыс жасаймыз. Және де кездесуге келетін уақыт үнемделеді. Кері байланысты енді кез келген уақытта жасауға болады. Мысалы студенттер кейде тақырыпты түсінбей қалған уақытта, мысалы уақыт тақырыбын қазіргі уақытта өтіп жатырмыз. Егер түсінбеген уақытта осы студенттермен уақытты белгілейміз. WhatsAppта бізде чат бар, сонда белгілеп кез келген уақытта біз кездесе аламыз. Яғни жұмыстан кейін, олар сабақтан соң сағат 8 кезінде белгілі бір уақытта студенттер егер сол тақырыпты бірге қайтадан түсіндіруге мүмкіндік болса, сондай мысалы жұмыстар атқарылады. Оң жақтар Слайдты ауыстырып отырыңызшы. Студенттердің енді теріс жақтары да бар. Әрине, әр нәрсенің оң жақтары және теріс жақтары болады. Мысалы, теріс жақтарына студенттердің белсенділігін арттыру, мотивация тудыру мәселелері туындауы мүмкін. Мұнда студенттердің тілді жетік білмеуі, сөздік қорын аздығы, интернеттің байланысын қол жетімсіз немесе баяу болуы. Мұнда бізде студенттер көбінесе ауыл жерлерде оқиды, сондықтан олардың интернеттері нашар болғандықтан кейде олардың мүмкіндіктері болмайды Zoom-ға кіруге. Сол студенттермен біз көбінесе WhatsApp арқылы немесе почта арқылы жұмыс жасаймыз. Кейде енді мынандай жағдай болады, Zoom платформасында сабақ берген уақытта олар шығып кетеді. Мысалы, тапсырманы, тақырыпты түсінбей қалады, сондықтан осы қосымша
консультация беріледі сондай студенттерге. Үздік идея авторын табу қиындығы, көшіріп алу идея ұрлау мүмкіндіктері молдығы. Және де көптеген онлайн ресурстардың ақылы болуы. Мұнда мысалы көп платформалар бар, функциялары өте қызықты, бірақ олар ақылы. Сондықтан осындай қиындық, теріс жақтары ма, оң жақтары бізде жиі кездеседі. Енді университетте слайд сізде болмайды ма? Слайд. Екінші. Үшінші слайд. Мақтақта ауыспай тұр. Вообще ауыспай тұр. Ауысып тұрған жоқ. Мен сосын неге демонстрация керек. Университетте біз енді бірінші курс студенттерімен деңгейлерге бөліп оқытамыз. Яғни әр деңгейге олармен атқаратын жұмыстары да ерекшеленеді. Оны енді слайдта көрсетуге болар еді. Көріп тұрған жоқ па? Тілді тиімді меңгерту 4 дағды арқылы жүзеге асырылады. Оны барлықтарыңыз білеміз. Ол 4 дағды ол оқылым, жазылым, тыңдалым және айтылым дағдылары. Мен өзім басында айтып кеткендей, өзім А1 деңгейде оқитын студенттерге қазақ тілін үйретемін. Қазақ тілін оқыту барысында бұл деңгейде сөздер шектеулі беріледі, және де оқытушы лексикалық минимумын шегінен асып кетуге болмайтыны ұмытпағаны жөн. Тілдік аспекті ретінде лексиканы меңгерту грамматикамен тығыз байланыста жұмыс жасалуы қажет. Яғни студенттердің білік дағдыларына қойылатын талаптар енді стандарттарға сай белгіленеді. Оны енді 4-5 слайдтардан көре аласыздар. Қазіргі уақытта басында айтып кеткен болатында, мен А1 деңгейге сабақ беремін. Осы А1 деңгейге байланысты оқу әдістемелік құралын әзірлеудемін. Енді осы құралдың негізгі мақсаты орыс тілде сөйлейтін студенттердің қазақша сөйлеу тілін сауатты жаза білуін және ойын жеткізі баяндауын жетілдіру болып табылады. Енді қарапайым деңгейде бізде көрші елден, шет елдерден келген студенттермен қатар, енді өкінішке орай, осы өңіріміздің түлектері де оқып жатыр. Сондықтан олардың сөздік қоры мүлдем жоқ, немесе жеткіліксіз болып табылады. Осы жаңа сөздерді естерінде ұзақ сақталу үшін келесі факторлар әсер етеді. Енді оларды атап кетейін онда. Слайд. Ол қайталау, елестету, сөз жаттау, аңғарымсыз, сөздік қолданыстық үлгісін ұсыну, жаттығу, орнатқызу. Жоқ. Қиындықтардың алдын алу үшін енді осы 6-шы слайдтан көре аласыздар. Студенттердік сөздік қорын молайту, сабақ қызығушылықтарын арттыру үшін сабақ барысында көбінесе ойын элементтерін қолданған өте жөн. Және де сонымен қатар осы сөз жұмбақ, чайнворд және тағы да басқа элементтерді әдіс тәсілдерді қолдану өте дұрыс және тиімді. Мысалы, енді әр дағдыға тоқталып кетейін. Өзімнің тәжірибемде айтылым бөлігінде, мысалы, мен осындай ойындарды, әдіс тәсілдерді қолданамын. Мысалы, отбасы тақырыбын өткен уақытта туыстық атауларды еске түсіру кезеңінде мынандай жұмбақ, сөз жұмбақ, қызықты ұйқастар, өлең жолдарын қолдануға болады. Енді жұмбақты қойсаңыз. Бұл тапсырмамен енді сіздерге жұмбақ осындай тапсырма беріледі, жұмбақты шешіңіз дегендей. Енді мұнда осы тапсырманың мақсаты өлеңнің мағынасын түсіну және де осы жақын туыстық атауларды атау. Яғни ең басында біз студенттер осы жұмбақты оқиды, содан кейін не жайында айтып тұрған айтады, содан кейін осы естеріне түсіре бастайды. Яғни жақын туыс 5 адамды атау керек. Ол 3 әріптен тұрады және оңға солға оқығанда
олар өзгермейді. Яғни студенттер, енді қарапайым деңгейде оқитын студенттер естеріне түсіре бастайды. Яғни атай бастайды. Мысалы, кейде шеше деген сөзді атайды. Олар өз бір-бірін өз қателерін түзетіп, ол дұрыс оқылмайды, оңға оқысан олай болмайды деген, мысалы, сондай яғни студенттердің белсенділік, сабаққа деген белсенділігін арттыра бастайды. Осындай жұмбақтарды қолдану барысында өте қатысты туыстық атаулар есіне түсіреді және естерінде сақтайды. Келесі немесе мынандай тапсырманы қолдануға болады. Ол өлең жолдары. Өлеңді оқып, көп нүктенің орнына тиісті туыстық атауларды атаңыз. Ең басында осы өлеңді бастамас бұрын келесі слайд. Бұл өлеңнің ең соңында керекті сөздер бар. Біз жаңа сөздерді өткен соң, мысалы, керекті сөзде жеңге, балдыз деген, мысалы, қалыңдық деген сөздердің қалай туыстық атауын мағынасын білдіретін сөздерді олармен бірге талдаймыз. Содан кейін осы сөздерді қоя бастайды. Енді нәтижесінде өлең шумақтары арқылы туыстық атауларды әлі жеңіл, әлі тез есте сақтайды. Яғни мұнда студенттердің қызығушылықтары артады. Олар өлең орыс тілінде болғанымен қарапайым деңгейде оқитын үйренушілер үшін өз күшіне сеніп, тілге деген қызығушылығы артуға көмектеседі. Яғни бұл сол арқылы туыстық атауларды тез есте сақтауға және де тез ұғуға көмек береді. Яғни олар осы өлең жолдарын оқығанда тағы да мен оқиыншы деген, мысалы, ұсыныс түседі. Яғни мұнда егер студент дұрыс қоймаса, олар бір-бірін Zoom платформасында қателерін түзетіп отырады. Енді келесі тапсырма да осы сөздік қорын байытады және өлең ұйқастарын құрастыруға дағдыландырады. Бұл бізде қызықты ұйқастар деп аталады. Яғни бұл осы тапсырманы отбасы тақырыбын өткен уақытта мен көбінесе осы бір қиын тапсырманы орындаған соң сергіту сәтті ретінде өткіземін. Яғни келесі слайд қызық. Келесі. Бұл тапсырма әрі оқу, әрі ойын деп аталады. Яғни мұнда студенттердің өлең ұйқастарын құрастыруға дағдыландырады. Яғни мұнда, мысалы, ойын ретінде, мысалы, мудрый дана, мать ана дейді, соль тұз, дочка қыз дейді, договор шарт, старик шал деп айтуы мүмкін. Содан кейін ол ұйқасып тұрған жоқ деп, яғни мәнді сөздерді іздей бастайды. Кәрі адам деуі мүмкін. Содан кейін, мысалы, бірінші қазан айында қандай күн деп айтпағанда, мысалы, атауы мүмкін, немесе атамаса өзім мәнде сөзін айтамын. Яғни қарт деген сөзді білдіреді деген. Және шеем ойын осымен аяқталды, игра деген де ойын болады. Яғни мұнда сергіту сәті ретінде өте тиімді қолдануға. Келесі, енді осы сабағымда ойын элементтерін жиі қолданамын. Яғни студенттердің қызығушылығын арттыру үшін. Мысалы, жыл мезгілдері тақырыбында өткен кезде мынандай ойын түрін қолдануға болады. Яғни жұбын тап. Бұл ойын түрі, енді былай қарағанда сәйкестікті тап дегенді білдіреді. Ол мақсатты сөздердің аудармасын табу, сонымен қатар олардың сөздік қорын молайту. Яғни бұл жерде, мысалы, жай құр сөздерді ғана бермей, мысалы, безендіру арқылы олар сабаққа деген қызығушылықтары арти бастайды. Енді бұл жерде біреу артық деген ойынында өткізуге болады. Бұл да ойын бір түрі. Яғни мұнда бір тек қана артық сөзді ғана атамай, неліктен оны артық екендігін түсіндіреді. Бұл тапсырманың мақсаты жүйрік ойлауға дағдыландырып, шығармашылық белсенділігін, танымдық дербестігін арттыру. Нәтижесінде студенттер ойлау қабілеттері, дағдылар қалыптасады.
Енді осы ондай әртүрлі айтылым дағдысына осындай қызықты тапсырмаларды қолдансақ, өте студенттерге де қызықты болады, және де тілге деген қызықшылықтары артады. Енді жазым бөлігіне тоқталып кетсек, бұл бөлігінде сөздік қорын дамытумен қатар сауатты жазу қабілеттерін де үйретуге де болады. Енді бұл дағдының қалыптастыру үшін орындалатын тапсырмалардың мақсаты, яғни тақырыпқа қатысты сөздерді қолдану және олардың жазу иемлесін есте сақтау. Мысалы, чайнворд ойынында қолдануға болады. Енді мына жерде мен өзім осы бір белгілі тақырып өткен барысында олар осы чайнвордтан сол сөздерді табу керек. Яғни бүкіл әріптер сызу керек. Енді мына жерде мен оларды басқа түспен белгілеп отырамын. Олар тапқан сөздерден бұл қай сыныптарға арналған? Сөйлемдерді құрастырады. Қай сыныпқа арналған деп сұрақ қойып отыр. Қай сыныпқа арналған деп сұрақ қойып Қай сыныптарға арналған? Енді сыныпқа емес, бұл А1 деңгейіне арналған тапсырмалар, яғни бізде А1 деңгейде көбінесе шет елдерден немесе көрші елдерден оқитын студенттер бар. Сол деңгейге ең қарапайым деңгейге орыс сыныптарына арналған, иә? Сұрақтарыңызды кейін қоясыздар. Енді келесі тапсырма, ол да мысалы студенттердің қызықшылығын арттыра отырып, сауатты жазу дағдысын қалыптастырады. Енді суреттердің сөзбен жазыңыз деген тапсырма беруге болады. Сонымен қатар, мысалы, мында ұлттық тағамдарды өткен барысында суреттің орнына олар суреттің орнына сөзбен атау керек және сөзді жазу керек. Келесі бір тапсырманың түрі ол жақшадағы сөздерді аудару. Бұл тапсырма тек қана сөздерді ғана аударып қана қоймай, яғни грамматиканы да бірге жасау керек. Яғни, мына жерде мысалы бірінші жақта нация деген ұлт деп қана жазбай, ұлтым орыс деп солай осындай тапсырмаларды орындауға болады. Осы жазым бөлігінде студенттердің Google документ форматында жұмыс істеген өте қолайлы. Яғни, Google документ форматында бұл мұғалім студенттердің жазған тапсырмаларын, орындаған тапсырмаларын қадағалап, түзетіп отырады. Оны сіздер енді келесі үй тапсырмасын тексеру барысында да ол жіберген қателерді, мысалы, мұғалім, мысалы, мен өзім, мысалы, осы тапсырма берген уақытта кім Google форматқа кірді, яғни екі платформа бірге жұмыс істеп жатады. Яғни Zoom платформасында, мысалы, студент дұрыс істемей жатса тапсырманы, мен оған бағыт беріп отырамын. Мұнда, мысалы, Образцова Натальяның дәптері, яғни ол дұрыс жасамай жатқанда мен бағыт беремін, түзетіп отырамын. Және де үйге берген тапсырма, мысалы, басында наурыз айында осы карантинге шыққан уақытта олар көбінесе жұмыстарын бізге почта арқылы жіберіп отыратындар. Оларға мүмкіндік болған жоқ та қателерін түзетуге. Мұнда өте тиімді, өте қолайлы. Және де енді келесі ол оқылым бөлігі. Мұнда шағын мәтінді түсініп оқиды. Мәтіннің тақырыбын анықтайды, жоспар құрастырады, сұрақтар құрастырады, немесе сұрақтарға жауап береді. Мысалы, бізде А1 деңгейінде адамның келбеті мен қасиеттері деген тақырып бар. Осы тақырыпты өткен барысында қаншалықты студент осы тақырыпты түсінді, осындай тапсырма арқылы анықтауға болады. Мысалы, онда суреттелген адамды табыңыз, яғни мұнда сипаттама беріліп тұр. Бір ерекшелік бойынша осы сипаттаманы табу керек. Яғни, мысалы, астына түсіре қойыңызшы. Мысалы, мына жерде мысалы, оның шашы, бұл адам өте ұзын бойлы, оның шашы қара, ұзындығы орташа, бұйра, көзі жасыл, оның бойы 2 метр 20 сантиметр. Яғни бір ерекшелік ол Натальяны суреттеп тұр. Яғни осы олар қаншалықты мәтінді түсінгенін, тақырыпты түсінгенін білуге болады.
Сонымен қатар студенттердің енді мәтінмен жұмыс жасаған уақытта, көбі үйге тапсырма берген уақытта олар Google переводчик арқылы аудара салады. Кейде ол дұрыс аудармауы мүмкін, олар мысалы мәтінді оқымауы да мүмкін. Мысалы кейде Zoom-ға кіре алмаған студенттер WhatsApp арқылы жібергенде анда қателері мол. Мысалы мынандай тапсырма берілген болатын, детская комната дегенде ол питомник деп аударған, оны өзі тексермеген. Осындай тапсырманы мәтінмен жұмыс берген уақытта мен мәтін аудармасын тыңдамай, тексермеймін. Оларға каст-тест тапсырмасы, яғни сұрақтарға жауап беру арқылы тексеру өзіме ыңғайлы, яғни каст-тесттің сұрақтарын беремін. Сол тапсырманы олар Google форматта, Google документте орындайды, содан кейін тексеремін. Және де неліктен бұл тақырып, бұл жауапты неліктен оны таңдаған, яғни талқылаймыз. Келесі слайд. Оны мысалы қызыл түспен белгілеп қоямын. Мысалы олар белгілеген уақытта олар көк түспен белгілейді. Мен оларға ескертемін. Қызыл түспен мен ғана сендердің ғана қателеріңді түзеп отырамын дегендей. Олар көк түспен белгілеген ол дұрыс жауаптары, олар студенттердің белгілеген жауаптары. Осындай тапсырмаларды оқылым бөлігінде орындауға болады. Енді келесі дағдының түрі ол тыңдалым. Тыңдалымда, мысалы, студенттер енді тыңдау арқылы жұмыс істейді. Тыңдалым мақсаты, яғни қысқа мәтіндерді тыңдау арқылы түсіну, таныс сөздер мен фразаларды ұғу, таныс тақырыптар бойынша сұрақтарға жауап беру. Мысалы, кинотеатр тақырыбын өткен уақытта, бірақ біз әлі студенттермен өткен жоқпыз, осындай диалог беріледі. Ең басында тыңдалымды тыңдамас бұрын біз сұрақтарды талқылап аламыз, не жайында, неге назар аудару керектігін. Мысалы, диалог не туралы, яғни о чем диалог, соны анықтау керек. Дұрыс ақпаратты көрсетіңіз дегендей. Нужно определить правильный информацию дегендей. Енді диалог мынандай шағын болады, диалогты қоссаңыз. Осы екі сұраққа бір қысқа диалог беріледі. Естілмейді, да? Естілмейді ме? Жоқ, естіп тұрмын жоқ. Естілмейді ме? Жоқ, сіз естіп тұрсыз. Шешіптар мен кедер жүрсіп. Жоқ, маған естіп тұрған жоқ диалог. Жарайды, осында қысқа диалог беріледі, оның енді мазмұнын айта алмаймын, есімде жоқ. Енді келесі отбасы тақырыбында, келесі слайд. Отбасы тақырыбына өткен кезде болды. Мынандай тапсырманы, мынандай диалогты беруге болады. Яғни мұнда студенттер уже сіздерге скриншот ретінде басында айтып кеткендей, басында немнеге назар аудару керек, нені қайсы элементке назар аудару екендігін. Мысалы, амансыз ба, Зәуреш апа, сәлеметсің бе, қызым, ауылға қалай барып келдіңіз? Рахмет, жақсы. Осындай диалог, шағын диалогты берген уақытта олар енді оны тыңдап, содан кейін белгілейді. Содан кейін осы дұрысын анықтаймыз. Осы аудио арқылы студенттер қысқа мәтінді тыңдайды, түсінеді, таныс сөздер мен фразаларды ұғады, отбасы тақырыбына бойынша сұрақтарға жауап береді. Осы тыңдалым мақсаты. Өзге келген студенттерге осындай шағын диалогтар өте қолжетімді тапсырма болып келеді. Сонымен қатар мен осы тек қана университеттің жұмысымен ғана шектелмей, ересектерге де сабақ беруге, қазақ тілін үйретуге атсалысамын. Енді ересектерге сабақ берген уақытта әдіс тәсілдерді түрлендіріп, яғни бір қалыпты тапсырмаларды бермей, осы форматты жүргізген уақытта олардың қызығушылықтары мен ынтасы артқанын байқадым. Мысалы, бір типті тапсырмаларды берген уақытта ересек адамдар сабаққа келмеу кетуі мүмкін. Олар көбінесе ойын элементтерін өте оларға қызықты және де сөз жұмбақты шешуге өте
сабаққа деген қызығушылықтары ояна бастайды. Яғни тілге деген құрметі оянады. Енді сабақтарымызға жаңа технологияды енгізіп, оқыту құралдарын кеңінен пайдалану білім беру процесінде маңызды орын алады. Оқытудың төрт дағдысын бірде қолдану тілді игеру кезінде көп мәселелерді шешеді. Оқытушы сабақ құрылымын жоспарлау кезінде және сабақ барысында осы дағдыларды тиімді қолдану арқылы көптеген жетістіктерге жете алады. Тіл білмейтін студенттер үшін қарапайым, қызықты, әртүрлі тапсырмалар қолдану білім алушылар бойында тілге деген қызығушылығын арттырады, сөздік қорын байытады, тілге деген қызығушылығы артады, сауатты жазу дағдысын қалыптастырады, есте сақтау қабілеті күшейтеді, тілге деген құрметі оянады. Енді студенттер белсенділік танытып, өздігіне деген сенім артады, бір-бірімен өзара әрекеттесіп, тапсырмаларды орындау арқылы тілді үйренуге деген қажеттілік туындайды. Енді қорыта келгенде, қадірменді әріптестер, елдіктің басты нышаны тіл десек, елдігімізді айқындайтын қасиетті қазақ тілімізді меңгертуде, кез келген ортада еркін сөйлей алатын, өз ойын, пікірін қорғай алатын жеке тұлға қалыптастыруда талмай тер төгіп, келе жатқан еңбектерімізге сәттілік тілеймін. Рахмет Назгүл Маратовна. Назгүл Маратовнаның кафедрадағы жақсы әдіскер екенін бәріміз білеміз, ол кісінің жетістіктеріне қуанып отырамыз. Назгүл Маратовнаға жаңағы қоям деген сұрақтарыңыз болса, рұқсат. Сұрақтар артылып кетті ме? Ендеше, рахмет сізге. Келесі сөз керегі Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті қазақ филологиясы кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі, академиялық доцент Айнаш Құрмановаға беріледі. Айнаш Құрмановаға. Söylеп atқан жоқ. Естімейді, ештеңе естімейді. Звук ағытылып тұр ма? Звук ағытылып тұр. Жоқ, ештеңе естіліп тұрған жоқ. Тіпті болып отқан жоқ. Жай видеосы тұр. Ана звугын ағытып қойыпты. Звук жоқ. Бұл жетістік мен әдебиеті мұғалімдерінің педагогтың жауапкершілігі соның бір дәлелі іспеттес. Сондықтан құрметті бірге жиналу форумға қатысушылар. Бұл бастама. Форумның жұмысына сәттілік тілей отыра, баяндамамды бастауға рұқсат етіңіздер. Бұл жетістік деген баяндамамның тақырыбы қашықтықтан жауап беру үдерісінде learningapps.org және банк тестовый платформаларын халықаралық пайдалану қатысушылар технологиясы. Форумның жұмысына қазіргі заманғы инновациялық баяндамамды бастауға, педагогтың жауапкершілігін арттырумен қатар, баяндамамның кәсіби шеберлігі мен қашықтықтан білім беру үдерісінде бүгінгі ұйымдастырылып отырған және банк ұлылар мұрасы және заманауи білім тақырыбындағы қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің заманғы инновациялық форумы педагогтың жауапкершілігін арттырумен қатар, кәсіби шеберлігі мен бірге жиналуды міндеттейді. Бұл бастама бүгінгі ұйымдастырылып отырған ұлылар мұрасы және заманауи білім тақырыбындағы қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің ұстаздар қауымының ұранына айналған бір дәлелі іспеттес. Себебі білім беру жүйесіне жасалған реформа жаңа бастамалардың басталуына себепші болды. Бұл ілгерілеу, талай басқосулар, бірге жұмыс, семинарлар, бұл жетістік деген ұстаным ұстаздар қауымының үдеріс ұранына айналған жалғасып жатыр. Себебі осы тұрғыдан білім беру жүйесіне жасалған реформа жаңа бастамалардың басталуына себепші болды.
қашықтықтан оқытуды қалай ұйымдастырамыз, семинарлар, талқылаулар өткіземіз, қандай платформаны қолданамыз, жалғасып жатыр, қалай таңдаймыз деген осы тұрғыдан келгенде бәрімізді толғандырған, оған ойландырған мәселе қазіргі қоғамдағы қашықтықтан оқытуды қалай ұйымдастырамыз. Себебі қазіргі қоғамдық сұраныс қандай платформаны қолдануды қажет етеді, қалай таңдаймыз деген сауал. Ғылымдағы өзектілік неліктен педагогикалық сұранысты оған бірден бір қанағаттандыруы қажет. Қазіргі қоғамдағы, яғни қоғам оқу үдерісін заманның сұранысына қазіргі қоғамдық сұраныс практикалық қажеттілікті өтеуді қажет етеді. Оның шешімін ғылымдағы өзектілік педагогикалық сұранысты қанағаттандыруы қажет. Үйреншікті жай шеберлік емес, оқу үдерісін үнемі заманның сұранысына қарайтын өнер демекші. Ұстаздар қауымы қашықтықтан оқыту бағытында оның шешімін табу. Бұл әркім өзінің мүмкіндігіне қарай платформа таңдап, сабақ беру, оны оқу үйреншікті жай шеберлік емес, үнемі жаңадан жаңа табатын өнер демекші. Міне, ұстаздар қауымы қашықтықтан оқыту бағытында әрине көп жұмыстар атқарды. Әркім өзінің мүмкіндігіне қарай платформа таңдап, оны оқу үдерісінде қолданды. Жұмыс жасау артықшылығы мен кемшілігін бағамдады. Тапсырма құруға көп уақыт кетірмейтін. Мен платформа таңдауға білім алудың нәтижесін бірден көруге болады. Бірінші, қолдану тұрғысынан кез келген кезеңінде, екіншіден жұмыс жасау қызметі қарапайым. Менің таңдауым тапсырма құруға көп уақыт кетірмейтін түсті. Төртіншіден, білім алудың платформада жұмыс жасау үшін көруге болады. Бірінші, тіл қажет. Сабақтың кез келген кезеңінде қолдану тиімділігі жоғары. Менің таңдауым банк тестов платформасына түсті. Бұл платформада жұмыс жасау үшін бірінші тіркелу қажет. Аны басып, тестті құруға кірісесіздер. Бірінші терезеге тесттің атауын жазасыздар. Описание деген тетікшеге тақырыпты жазып қойыңызға болады. Не болмаса қай бағытта тест, яғни оқушының білім бағытының қайсысы құруға кірісесіздер. Бірінші терезеге тесттің атауын жазасыздар. Білім беру тестін таңдаймыз. Описание деген келесіге, мына жерде уже сіздің тестіңіз құрылмаса, қай бағыт құрылғанда страница яғни оқушының білім дағдысының қайсын тексересіз, соны жазуға болады. Келесі кезекте сіз тестті орнатасыз, яғни қажетті деген білім беру мәліметтерге галочка қойып, келесі мына жерде уже сіздің тестіңіз құрылады. Енді тест сұрақтарын редактирование теста деген шығады. Келесі кезекте сіз тестті орнатасыз, яғни қажетті белгілейсіздер, мәліметтерге галочка қойып, әрбір жасаған тестті осы үлгіде жасап, сақтап отырасыздар. Енді тест сұрақтарын құрасыздар. Мына жерде енді құрылған тест берілді. Міне, байқап отырсаңыздар, бір жауапты тест бар, дайын жауапты белгілейсіздер, оған 3 жауапты тест бар. Әрбір жасаған тестті осы үлгіде жасап, одан кейін сақтап отырасыздар. Нәтиже талдамасын жасау керек. Яғни сіз қанша тест құрдыңыз, мына жерде енді құрылған тест берілді. Міне, байқап отырсаңыздар, бұл тестте бір жауапты тест бар, 2 жауапты тест бар, қоюға 3 жауапты тест бар. Одан кейін нәтиже талдамасын жасау керек. Яғни сіз қанша тест құрдыңыз, соның балына сәйкес орташа, жақсы, өте жақсы, немесе қоюға. Сіз өзіңіздің нәтижеңізді көресіз. Енді журналға өту үшін все результаты этого теста деген батырманы басуыңыз қажет. Сол уақытта сіз журналға барасыз. Бұл жерде сіздің
тұрған мәліметтер сақталады және нәтижеңізді көресіз. Әрбір тесттен өткен сайын журналға өту үшін все результаты этого теста деген батырманы басуыңыз қажет. Бұл тестті қалай жариялау керек? Ол үшін получить, бұл жерде сіздің ссылку деген батырманы басасыз, тұрған мәліметтер сақталады және астына әрбір тесттен өткен сайын мониторинг көрсетіліп жібере аласыз. Міне бұл тестті қалай жариялау керек? Ол үшін получить жаңағы құрылған ссылку деген батырманы басасыздар, сонда осындай терезе ашылады. Мына үстіндегі ссылканы көшіріп, білім алушыларыңызға жібере аласыз. Міне бұл дайын тесттің ссылкасы. Осы тестке кірсеңіздер, жаңағы құрылған тестке жауап беруге 3 жауапты тест құруға болады. Тесттің құру көрдіңіздер, өте ыңғайлы. Тесттің нәтижелері платформада сақталады және мониторингі көрініп тұрады. 3 жауапты тест құруға болады. Келесі сіздермен бөлісейін деген платформа ол Learning.org деп аталады. Бұл платформада интерактивті режимде түрлі тесттің нәтижелері платформада сақталады. Өте ыңғайлы, көрініп механизмі өте оңай. Келесі сіздермен бөлісейін деген платформа дайын шаблондар деп аталады. Оны сіз өзіңіздің интерактивті режимде түрлі оқу мақсатына қарай түрлендіріп өте ыңғайлы болады. Механизмі өте оңай және бұл жерде көптеген дайын шаблондар бар. Оны сіз өзіңіздің тапсырмаңыздың сипатына қарай, алдын оқу мақсатына қарай түрлендіріп қолдануыңызға болады. Мысалы, кейбіріне тоқталып өтейік. Сөйлемді толықтыру платформасы. Бұл платформада жұмыс жасау үшін ОК деген бастырманы басасыздар. Қажетті сөздерді, бос терезелерді басқан сайын оң жақ кнопкасын бассаңыздар, қажетті сөздердің бәрі тұрады. Қажеттісін сөйлемді толықтыру платформасы. Бұл платформада жұмыс жасау үшін немесе сөйлемді деген бастырманы басасыздар. Ең соңында қажетті сөздерді кнопканы басып, бос терезелерді басқан сайын оң жақ кнопкасын бассаңыздар, қажетті сөздердің бәрі тұрады. Қажеттісін сөзді немесе сөйлемді көрсетесіздер. Сөз құрастыру ең соңында тапсырмасын жасауға болады. Кнопканы басып, нәтижесін көрейік. Тапсырмасын жасауға болады. Сөздерді сәйкестендіру, тапсырмаларын жасауға болады. Сөз құрастыру, тапсырмасын жасауға болады. Осы суретпен мәтінді сәйкестендіруға болады. Сөздерді сәйкестендіру ол үшін тапсырмаларын жасауға болады. Сіз жаңағы дайын шаблонды басқан уақытта сіздің алдыңызға терезелер ашылады. Сол ашылған терезені сіз осы суретпен мәтінді сәйкестендіру қазақ тілін оқыту әдістемесі деген ол үшін өзіңіздің алып сіз жаңағы дайын шаблонды басқан уақытта сіздің алдыңызға терезелер ашылады. Сол ашылған терезені сіз толтырасыз. Мысалы, мына жерде қазақ тілін оқыту әдістемесі деген оқыту әдістемесін өзіңіздің алып мәтін жазғыңыз келсе, немесе сөз сөйлем жазғыңыз келсе, онда екінші тереземен жұмыс жасайсыз. Егер де сіз жаңағы болжам жасағыңыз келсе, балаға подсказка бергіңіз келсе, онда мына жерге жазып қоясыз. Міне осылай сіз мәтін жазғыңыз келсе, немесе сөз сөйлем жазғыңыз келсе, онда екінші тереземен жұмыс жасайсыз. Егер де сіз
жаңағы болжам жасағыңыз келсе, балаға подсказка бергіңіз келсе, онда мына жерге жазып қоясыз. Міне осылай сіз мына үлгіге болады. Ең соңында сіз тамаша тапсырманы орындадыңыз, керемет деп өзіңіз жаңағы кері байланысты жазып қоюыңызға болады. Осы тапсырма құрылып болғаннан кейін завершить и показать предварительным просмотре деген бастырманы басу арқылы ең соңында сіз тамаша тапсырманы орындадыңыз, керемет деп өзіңіз жаңағы кері байланысты жазып қоюыңызға болады. Осы тапсырма құрылып болғаннан кейін завершить и показать предварительным просмотре деген бастырманы басу арқылы бұл тапсырманың тиімділігі неде деген сұраққа келетін болсақ, бұл платформада түрлі типтегі интерактивті тапсырмалар қамтылған. Екіншіден, дайын үлгілермен жұмыс жасау жеңіл, сондықтан тапсырмаңызды түрлендіру мүмкіндігі жоғары. Бұл тапсырманың тиімділігі үшіншіде онлайн режимде сабақтың кез келген платформада түрлі типтегі интерактивті төртіншіден сабаққа қатысу мен екіншіден дайын үлгілермен жұмыс жасау қадағалауға болады. Сондықтан тапсырмаңызды бесіншіден оқытушының жұмысын жеңілдетеді. Үшіншіде онлайн режимде сабақтың кез келген кезеңінде қолдануға болады. Бесіншіден білім алушылардың нәтижесі сабаққа қатысу мен игерілген материалдың деңгейін білім алушылардың қадағалауға болады. Қашықтықтан оқыту платформасымен жұмыс істеу оқытушының жұмысын жеңілдетеді. Яғни жазба жауаптарды тексеруге уақыт жұмсамайсыз. Назарларыңызға рахмет. Бесіншіден білім алушылардың нәтижесі бірден көрінеді. Алтыншыдан білім алушыларымызда қашықтықтан оқыту платформасымен жұмыс істеу дағдылары қалыптасады. Айнаш Құрмановнаға көп рахмет. Семинар секциясын ары жалғастырамыз жұмысын. Енді келесі сөз кезегі практикалық қазақ тілі кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты Қуандыкова Данагүл Қайнетқызына беріледі. Бүгінгі айтылған мәселелердің жалғасы ретінде менің баяндауым тақырыбы орыс тілді білім алушылардың мен оқылым және жазылым әрекетіне бағытталған жаттығуларды ұйымдастыру деп аталады. Жаңа Назгүл Маратовна бірталай әңгімені айтып кетті. Тілдік әрекеттерге байланысты мен енді оны қайталамай, бірақ жалпылап түсіндіруге тырысайын, айтуға тырысайын. Заман талабына сай қазіргі білім беру жүйесінде білімнің мазмұнын, оның құрылымдық жүйесін жаңарту білім реформасының жүзеге асуының өзекті мәселесі екенін бәріміз білеміз. Осы талапқа сай білім алушылардың белсенділігі мен танымдық іс-әрекеттер арқылы шығармашылықтарын дамыту, қажетті жағдайда айрықша шешім қабылдай алатын жеке тұлғаны дамыту, осыған орай оқытудың жаңа технологияларын енгізе отырып, білім беру мен нағыз отансүйгіш азаматтарды тәрбиелеу және оның жақсы маман болып қалыптасу жолында еңбегін қолдау білім беру саласының басты міндеті және ересек адамдардың бүгінгі қоғамда жасаушы азаматтардың басты міндеті деп ойлаймыз. Бүгінгі ұстаздардың алдында тұрған проблемалардың бірі бала бойындағы еркіндікті қалыптастыру, оның белсенділігін арттыру, өз бетінше шешім қабылдау білуге үйрету, ойын жинақтай алуға дағдыландыру. Соның нәтижесінде еркін, ойын дәлелді жеткізе білетін, ойлай алатын жастарды тәрбиелеу. Соңғы жылдары университет оқытушылары тілдерді деңгейлеп оқыту әдісі бойынша жұмыс істеп келеді. Студенттер тілдерді меңгеру деңгейіне қарай, яғни факультеттің барлық мамандықта оқитын студенттері өз деңгейлері бойынша топшаларға бөлініп оқытылатын болды. Бұл әдіспен оқыту қазақ тілін жүйелі түрде оқытып, оны дамытуға жаңа мүмкіндіктер ашты деп ойлаймыз. Біздің ойымызша, бұл бағытта жұмысты бастамас бұрын, ең алдымен студенттерге білімді қалай алудың жолдарын үйреткен жөн. Бүгінгі қоғам алдында тұрған басты міндет өскелең ұрпақты тәрбиелеу мен оларға сапалы білім беру бағытында қоғамдағы барлық мүмкіндіктерді барынша пайдалана отырып, бәсекеге қабілетті жастарды тәрбиелеу. Себебі бүгінгі білімді әрі тәрбиелі жас ертеңгі жасампаз елдің кепілді болашағы болмақ. Ендеше осы бағытта жұмысымыз нәтижелі болу үшін оқытушылар тарапынан әрқашан білім берудің жаңа, тиімді,
нәтижелі оқу әдістерін қолданған жөн, және оны зерттеп отырған жөн. Өз тәжірибемізде біз оқу жылының басынан бастап топтағы студенттерді әртүрлі күнделікті өмірдегі мысалдарын алынатын қарапайым әңгімеге тарту арқылы олардың бір-бірінен қысылмай, өз ойларын ашық айтуға дағдыландырамыз. Себебі әсіресе қазіргі жағдайға байланысты аудиториядағы тікелей қарым-қатынас болмағандықтан студенттер қашықтықтан коммуникативтік қатынасқа түсуге тартынады. Үндемей отырып жазбаша тапсырмаларды ғана орындауды дағдыға айналдырып келеді. Келесі, берілген тапсырманы орындау барысында студенттер алғашында қалыптасқан тәртіп бойынша жұмыс істесе, біртіндеп шығармашылыққа көшеді. Өздігінше ізденетін болады. Студенттің қабілетін, біліктілігін, әлеуеттік мүмкіндігін көрсету үшін оларға жағдай туғызу қажет. Тілді жетік меңгеру үшін әртүрлі тілдік әрекеттерді орындау арқылы қол жеткізуге болатынын біз Назгүл Маратованың сөзінен естідік. Осы әрекеттерді меңгеру барысында білім алушы қазақ тілінің грамматикалық ерекшеліктерін біледі, тілдік оралымдарды қолданып үйренеді, сөздік қорын молайту арқылы олардың мағыналық топтарын игереді, қазақ тілін қолдана отырып тұтас халықтың тарихымен, мәдениетімен, әдебиетімен, салт дәстүрімен танысады деп ойлаймыз. Тікелей оқылым және жазылым әрекеттеріне келетін болсақ, тақырыпқа байланысты. Оқылым дағдысы мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты әртүрлі деңгейде қабылдау және түсіну, тілді айтылым заңдылықтарына сәйкес оқи алу, зерттеу оқу, шолып оқу, мәселені сын тұрғысынан бағалау, негізгі аргументтерді анықтап, дәлелдеу деңгейіне бағытталады. Бұларда әрине бағалаудың өзіндік критерийлері бар. Қазақ тілі пәнінде мәтін тану мен мәтін тудыру қатар жүретін дәріс. Барлық дағдыларда мәтін ұғымы қолданылады. Себебі мәтін аяқталған толық мазмұнды білдіретін қарым-қатынастың, әсер етудің ерекше бірлігі. Ол, яғни мәтін, хабарды сақтаушы және жеткізуші. Оқылым дағдысын арттыруда мәтіндерде салыстырмалы анализ жасау мақсаты көп ізденістік қажет етеді. Келесі слайдта, 7-ші слайдта. Мәтінге талдау жасамас бұрын оқудың тиімді жолдарын анықтау маңызды. Себебі оқылым оқушының оқу сауаттылығын қалыптастырудың құрамдас бөлігі. Солардың ішінде оқылым стратегияларын қолдана оқу сапасын арттыратын тәсіл. Оқылымның қандай стратегиялары бар? Бұл сұрақтың жауабын 8-ші слайдтан көре аламыз. Және одан кейінгі слайдта аталған стратегиялардың сипаттамасымен танысуға болады. 21 ғасыр білім, ғылым, технология ғасыры екенін біз көріп отырмыз. Жаһандану қарқын алып, адам ресурстары басты капиталға айналған уақытта құндылықтар өзгеріп жатыр. Оны біз күнделікті куә болып отырмыз. Сондай өзгерістердің бірі кітап оқуға деген қызығушылықтың төмендеуі. Жастардың кітапты ұялы телефон, гаджеттермен алмастыруы. Осыған орай сұраныстың өзгеруіне қарамастан дегенмен де ел ертеңі болар жас ұрпақтың кітап оқуға деген көзқарасын өзгерту қажет. Ол үшін оқырманның оқылым дағдыларын жақсарту механизмдерін жетілдіріп, оқылым стратегияларын меңгертіп, оқу барысында тиімді қолдануға жол ашу керек. Ғалым Фариза Оразбаева өзінің еңбектерінде былай дейді: оқылым графикалық таңбалар арқылы қағаз бетіне түскен сөздер мен тіркестердің мағынасы мен мазмұнын ой мен сананың нәтижесінде қабылдай отырып, сауатты, дұрыс мәнерлеп ұғынып оқу және одан қажетті деректі түсініп, сұрыптап алу дейді. Сөзін жалғастыра келе ғалым тағы былай дейді: оқылым дағдысы арқылы білім алушының танымы кеңейеді, ойлау жүйесі дамитын болады. Шындығында да оны біз күнделікті өмірде көріп отырмыз. Кез келген ситуацияға, тіпті үйдегі балалардың өзі кез келген ситуацияға өздерінің ойын нақты дұрыс жеткізе алмайтынын көріп отырмыз. Бұл ненің себебінен? Бұл оқылым дағдысының қалыптаспау себебінен. Енді осы жерде жаңа оқылым дағдысының дамытуға арналған жаттығулар тізбегін А1 деңгейінен Назгүл Маратовна айтты, біз енді қайталамай ақ қояйық. Мен негізінен бұл екі С1 деңгейлерінде саяқ беретін болғандықтан, бұл жерде біз көбінесе жаңағы Сәркенқызы Ақмаралдың айтқанына сүйене отырсақ, үлкен, шағын, үлкен шығармаларды баланың деңгейіне байланысты оқуға, соны оқуға қызықтыруға тырысамыз. Содан кейін баланың өзі сұраныс жасап, соны оқиыншы деген тілек білдіргеннен кейін барып келуге тырысамыз.
Енді жазылым деңгейіне келетін болсақ, қашықтықтан білім алу жағдайында тілдік әрекеттердің жазылым әрекеті орындауға оқылымға қарағанда аса қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Дегенмен жазылым әрекетін жүзеге асыру үшін осы бағытта да біраз зерттеп зерделеген жөн деп ойлаймыз. Жазылым дағдысы тақырыпты аша білу, грамматикалық сауаттылық, өз ойын сын тұрғысынан дәлелдеу, қорытынды шешім шығарып, өз көзқарасын білімді жеткізуге тырысу керек. Жазылым әрекеттерін бағалау бөлек болады. Оны біз білеміз, әріптестер. Және бұны бағалағанда кейінгі мынадай мәселелерге назар аударған дұрыс. Жазба жұмыстарын орындау барысында білім алушының каллиграфиялық, пунктуациялық, орфографиялық заңдылықтарды қолдануы. Тұтас жазба пікірін қалыптастыру үшін бөлімдерін қиыстырып қамтылуы. Мәтіннің құрылымының сақталуы, яғни жазып отырған мәтіннің басы, ондағы оқиғаның дамуы, шарықтау шегі және қорытынды соңы болу керек. Мәтінде грамматикалық нормалар сақталу керек. Және материалдық құрылымдық логикалық сақталуы болған жөн. Одан кейін, мектеп бағдарламасының талабына сай сауатты жазу дағдысын қалыптастыру үшін жазба жұмыстары жүргізілетінін білесіздер. Мына жерде слайдта көріп тұрсыздар, оқылым стратегиялар, одан кейін стратегияларға сипаттамалар келеді. Слайд жаңа шыққаннан кейін айтып отырмыз. Оны бұл жазба түрлерін сіздер білесіздер. Бұл қысқаша жаттығулар, қысқаша мәтіндер, жазба бақылау жұмыстары тағы осылай жалғаса береді. Ең үлкен көлемді шығарма жазумен тоқталамыз сосын. Бұл енді тілдік деңгейі бір садырғы жоғары студенттермен атқарылатын әрекеттер. Оқу орыс тілінде жүргізілетін мектептерде оқушылар қазақ тілінің дыбыстық құрамын, дыбыстардың айтылу нормасын, дыбыстық заңдылықтарын, грамматикалық құрылысын меңгеруге, ойын еркін жеткізуге, жеткілікті дәрежеде сөздік қорын меңгеруге, сонымен бірге қазақша сөйлеуге жаттығып, қазақ тілінде қарым-қатынас жасай алу қажет деп күтіледі. Өкінішке орай, 11 жыл мектепте оқып келген біздің бірінші курстың студенттерінің арасында бұл әрекеттерді мүлдем орындай алмайтын балалар кездесіп жатады. Бұл өте өкінішті. Мектеп бітірген жас түлектер мемлекеттік тілде өз ойын нақты, дәл жеткізе алмайды. Олардың жазбаша сауаты нашар, тіл тазалығы мен сөйлеу мәдениеті талапқа сай емес. Бұл енді барлығына топырақ шашқан емес, дегенмен де университетте А1 деңгейінің болуы бұл мектеп оқушыларының, мектеп мұғалімдерінің, мектепте бітіріп келген оқушыларға сын шығар деп ойлаймын. Сондықтан кафедра оқытушылары тарапынан мұндай студенттерге қазақ тілін оқытудың қарапайым деңгейі, яғни А1 деңгейіне арналған пәнді оқытудың әдістемелік кешені жасалған болатын. Сондықтан оқу орыс тілінде жүргізілетін мамандық студенттерінің қазақ тілінде тілдік қатынас жасау деңгейін жетілдіруге, әсіресе жазылым әрекетін дамытуды арнайы қарастырудың қажет екені кафедраның, институттың, университеттің ғылыми әдістемелік бірлестіктерінің кеңестерінің отырыстарында қаралып, талқыланып, және одан шешімдер шығарылып отырады. Қазақ тілі мемлекеттік мәртебе алғалы қаншама жыл өтсе де, оның толыққанды қолданыста болмай отыруына тек қана оқыту немесе ұстаздар кінәлі деп ойламаймын. Тұтас қоғам болып қолға алсақ, ана тіліміздің салтанат құрып, қоғам өмірінің әр саласында коммуникативтік қатынас құралына айналары сөзсіз. Соған барымыз атсалысамыз деп ойлаймын. Әрине, бұл жерде біз әртүрлі шығармашылықтар жасаймыз. Бұл енді уақыттың тығыздығына байланысты дайындалған материалдарды кейін осы форумның материалдар жинақ болып шыққанда қолжетімді болады деп ойлаймын. Енді бір ғана жаттығу түрін, Б2-ге арналған жаттығу түрі, мысалы күнделік жанры деген бар. Күнделікті күнделік жазғызу. 2 сөйлем, 3 сөйлем, 5 сөйлемнен тақырыпқа байланысты, өмірмен байланыстыру арқылы байланыстыра отырып, күнделік жазу. Бұған жаңа Назгүл Маратын айтып кетті, Google документ форматы және Padlet тақта деген форматы бар. Сондай қашықтықтан оқытудың технологиялары қазіргі таңда өте көп, өте жақсы дамып келе жатыр. Осы мүмкіндіктердің бәрін мен ойлаймын, бүгінгі мұғалім тиімді қолдана алады деп. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Дана Ольғаниетқызы. Енді сұрақтарыңыз болса, қоюға болады. Құрметті әріптестер, осымен ұлылар мұрасы және заманауи білім тақырыбындағы қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің бірінші халықаралық форумы аясындағы қашықтықтан білім беру жағдайында
қазақ тілін оқытудың жаңа аспектілері тақырыбындағы секция жұмысында өз тәжірибелерін бөлісуге тілек білдірген баяндамашыларға алғыс айта отырып, жұмысымызды жалғастырамыз. Құрметті әріптестер, ұлылар мұрасы және заманауи білім тақырыбындағы қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін бірінші халықаралық форумымыз аясындағы қашықтықтан білім беру жағдайында қазақ тілін оқытудың жаңа аспектілері тақырыбындағы секция жұмысын қорытындылай келіп, төмендегідей ұсыныс айтады. Біріншісі, мемлекеттік тілді оқытудың әдістемесін жетілдіру мақсатында жаттығулар базасын жетілдіру. Екінші, қашықтықтан білім беру жағдайында ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жаңа білім беру платформаларын меңгеру. Менің ойымша, бұл білім алушыларға өте қызықты болады деп ойлаймын. Қашықтықтан білім беру жағдайында тілдік әрекеттердің барлық түрін қамтитын жұмыстарды зерттеу және зерделеу. Бұл ұсыныстар білім берудің бүгінгі қашықтықтан оқыту жағдайындағы басынан өткеріп отырған қиыншылықтарын ескере отырып дайындалды. Құрметті әріптестер, бүгінгі қарастырылған мәселелер, ұсыныстар мен қиыншылықтар бойынша сіздердің пікірлеріңіз қандай? Сіздердің тараптарыңыздан қандай ұсыныстар болады? Қашықтан білім алатын оқушының білімге деген қызығушылығын ояту, оны дамыту, жас ұрпақтың өздігінше білім алуына жағдайлардың жасалу жолында тағы қандай ой пікірлеріңіз бар? Ойларыңызбен бөлісе отырсаңыздар. Пікір айтам деуші қатысушылар жоқ па? Әріптестер. Әрине, бұл мәселе күнделікті күн тәртібіндегі өзекті мәселе болып қала береді. Дегенмен, көш жүре түзеледі дегендей. Осындай алқалы жиындарда талқыланған, қарастырылған, айтылған, салиқалы да сындарлы тұжырымдар кейін сөрелерде жатып қалмай, әріптестердің әдістемелік көмекшісіне айналады деген сенім білдіреміз. Заман талабына сай, жас ұрпаққа сапалы білім беруде білім мен инновацияның мүмкіндіктерінің барынша тиімді қолданылуы болашақта еліміздің еңсесі биік, терезесі тең, қуатты мемлекет болуының кепілі. Осы бағытта барлығымыз жұмысқа атсалысып жүрміз. Ендеше еңбегіміз жемісті болсын деген тілекпен жұмысымызды аяқтаймыз. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.